Tip 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 tipa 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 tipa. Бұл сол баламыз сүндеттеген кезде сол көріндік сүйінші деп алған ақшаға осы 5 тауық, 2 қораздан тарағандар. Баламыз сүндеттеген кезімізде баламызға 50 мың теңгедей ақша түсті. Біреу 2 мың, біреу 1000, біреу 500 теңге бұйырғаны. Сөйтіп, сол ақшаны онды-сонды құртпайық деп баламызға 5 тауық, 2 қораз. Және де жаймендеп мынандай сарай соқтық. Баламызды өмір сүруге үйретейік дедік. Ақшасын онды-сонды жұмсамасын, бос нәрсеге кетіп қалмасын деп. Солай әкесі екеуміз ақылдасып 5 тауық, 2 қораз алдық. Сол 5 тауық, 2 қораздан жұмыртқа жинап, инкубаторға жіберіп, осындай балапандар шығарып, осылай көбейттік. Оның бәрін баламызға көрсеттік. Инкубатор қаяқта, қанша теңгеден, одан қандай пайда бар, соның барлығын әкесі қасында алып жүріп үйретті. Сол кезде баламыздың айтқан сөзі бар еді. Сендердің әпшулерінде емес, мен әпшуымды кетті ғой, маған берді ғой ақшаны деп ашуланғаны болған. Қазір енді соған ұялат. Баламыз қазір 7 жастан асты. 8-ге кетті. Ақылы бар. Осылай тауға беріп, тіршілік етуді, өмір сүруді үйреткіміз келді. Ақша қандай жолмен келеді, қиын жолмен бақ, оңай жолмен келе ма деген сияқты. Әрине баламызға ақшаны да, сыйлықты да бәрін алып береміз, бірақ баланы өзі де кішкене мойнына бір жауапкершілік алып өмір сүруді үйренсе екен дедік. Кішкентайынан бастап. Ешқандай ұрыспаймыз, не істемейміз, просто жаймен осылай бастадық. Қазір баламыз 80 теңгеден жұмыртқа өткізеді. Бізде ауылда өзінің группасы бар, ауылдың. Сол группада тек қана өзен заттарын сататын группа, ауылдың ішінде. Біреу алма сатады, біреу киім сатады деген сияқты. Сол группаға кіргіздік. Осы баламның жаңа жұмыртқаларын жинайды, тауықтарына қарайды, суын береді, жемін береді. Енді бұл сарайды үлкейтетін ойы бар. Мына талды алып тастап, одан сайын үлкейтсем ба деп отыр. Әкесі келсе, соны айтайын деп отыр. Тауықтар тағы көбейтемін дейді. Қазір енді жұмыртқа сатпайды, жұмыртқаларды жинап жатыр, инкубаторға өткіземін деп. Осындай мінекі, осы үйдің жұмыртқалары, соны инкубаторға өткіземіз. 100 жұмыртқа жинайын дейді ғой. Шығарып отыр мінекі. Кейде жетпей қалса елдеркіні алып қосады. Мінекі әзірге мінекі 5 тауық, 2 қораздан осынша тауықтар жиналды. Балам қазір рахмет айтады. Қазір сол негізі жазда, қыста жақсы табыс тапты. Сол 50 мың теңгені 100 мың қып, 150 мың қылды. Одан 200 мыңға дейін барды. Клиент деген кәдімгідей өздері үйге ұшып келді. Мінекі. Өзі қожайын Каспи ашып берген, біз Каспиіне ақша өзімен өтісе береді. Әзірге баламыз кішкентай болғандықтан осы тауықпен, сосын мал шаруашылығымен үйретсек деген ойдамыз. Енді қой бағуды үйретем деген ойда бар папасы. Мінекі, Аллаға шүкір. Ауылда тұрып, ауылдық жерді сатам деген кісілер сатпаңыздар. Осылай балаларыңызды каникулда жіберіп, осындай қой баққыздырып, тауық баққыздырып үйретсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Мінекі. Біз осындай сарайларын бәрі пустой болатын. Манақы сиыр, мынаяққа қой, қысты күні міне 2 қошқар жатыр. Мынаяқта міне тауық қора, енді осы тауық қораны үлкейтеді, Құдай қаласа. Міне шөпқана. Мінекі осылай тіршілік
жасап ұрпақтан ұрпаққа осылай қалдырамыз. Баланы осы жастайынан бастап осылай үйрете беріңіздер, кішкентайдан бастап. Мінекей. Қазір енді осы әзірге. Каналым ұнап жатса, осы видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырыңыздар. Сау саламат болыңыздар.